Әлем елдерінде де алғыс айту күні ерекше аталып өтеді. ақш және Канада халықтары алғыс айту күнін қараша айының әрбір 4-ші бейсенбісінде атап өтетін көрінеді. Атаулы күн алғаш рет 1621 жылы тойланып бастаған. Қытайлықтардың да бұл мерекені атап өтуі ерекше. Аспан ел халықтар үшін алғыс айту мерекесі қыркүйек айының соңы мен қазанның ортасы болып есептеледі. Тіпті кейде мұны күз ортасындағы фестиваль деп те атайды. Ал жапондықтар алғыс айту күнін 23 қарашада салтанатты түрде қарсы алады. Күншығыс елінің тұрғындары 23 қарашада еңбектің құдіреттілігі туралы айтып, бір-біріне алғысын білдіреді. Біздің елімізде алғыс айту күні көктемнің алғашқы күнімен бірге өзгеше әрі мәнді тойланады. Бұл күнде барлық адамдардың өздерінің жақындарына алғысын айтып, жылы сөздерін арнайды. Міне, әр ел өзінше тойласа да, мұның мән мағынасы, тағылым алар тәрбиесі жетерлік. Сондықтан бір-бірімізге алғыс айтып, құрметпен қарап жүрейік.